Ассалаумағалейкум, сөздің жақсысы сіз деген, жігіттің жақсысы біз деген ағайын. Мен жасанды интеллекттен бір күндік тәртіпсіздік хаос пен 70 жыл тиранияның айырмашылығы неде деп сұрадым. Ол былай деді: хаос бұл өрт, ол бәрін тез жағып жіберуі мүмкін, бірақ күлінен жаңа өмір бастауға болады. Тирания бұл батпақ, ол сені өлтірмейді, бірақ жылдар бойы ішіне тартып, қозғалу мүмкіндігінен айырады. Эжи бұл мәселені толық түсіндіру үшін мынандай түсінік берді. Жақсылап тыңдаңыздар. Хаос тәртіпсіздік, сәтсіздік пен белгісіздік. Бір күндік хаос бұл жүйенің кенеттен істен шығуы. Бірінші ол қауіп. Көшедегі зорлық, зомбылық, тонау, заңның жұмыс істемеуі. Екінші ол психология. Адамдар ертеңгі күнге емес, келесі минутқа алаңдайды. Үшінші ол мүмкіндік. Хаос ұзаққа созылмайды. Ол не жойылуға, не жаңа жүйенің құралына алып келетін өтпелі кезең. Тирания ол қатал тәртіп пен үмітсіздік. 70 жылдық тирания бұл статистикалық зұлымдық. Мұнда тәртіп бар, бірақ ол тек бір адамның немесе топтың мүддесіне қызмет етеді. Бірінші ол қауіп. Еркіндіктің толық жойылуы, адам жанының жаншылуы, ұрпақтардың санасының улануы. Екінші ол психология. Адамдар қорқынышқа бейімделеді, өтірік айту өмір сүру дағдысына айналады. Үшінші ол зардабы. 70 жыл ішінде тирания қоғамның моральдық және интеллектуалдық негізін шірітеді. Ал бұл зардаптан айығу үшін тағы 70 жыл керек болуы мүмкін. Ұзаққа созылған тирания ұлттың кодын өзгертіп жіберетіндіктен ол қауіптірек. Мысалы, сіз ғасырлар бойы езгі көрген қазақтың ұлттық коды өзгерген деп айта аласыз ба? Бүгінгі таяу шығыста болып жатқан оқиғалар мені көп ойландырып, ізденуіме себепкер болды. Ирандағы қазіргі жүйені бәз біреулер біз талдап отырған тиранияға жатқызады. Расында солай ма? Негізгі тирания 1979 жылдың алдында болған еді. Сол жылғы Иранда болған революция кезіндегі бір күндік тәртіпсіздікте қаншама адам қырылып, қаншама қыз, әйел зорланып тоналды. Интернет арқылы статистикасын көріп білсеңіздер болады. Міне осы оқиғаға куә болған бір кісінің күйзеле айтқан пікірін оқыдым. Ол кісі күйінгені сонша, бір күндік мұндай тәртіпсіздіктен, яғни хаостан 70 жыл бір титанның билігі артық. Ең болмағанда ел аман, жұрт тыныш болып бейбіт өмір сүресің депті. Мысалы, сондай хаостардың алдында Ливия, Ирак, Сирия сынды мемлекеттердің ахуалы қандай еді? Ұзаққа кетпей-ақ өзіміздің қаралы қаңтарымызды алып қарасақ, қаншама жан құршын кетті. Онсыз да көбейе алмай жатқан ұлтымыздың арасынан кішігірім бір ауыл тұрғындары жойылды десек те болады. Қайта осындай сын сағатында халқымыз сырттан немесе ішімізде жатып жүк салушы арандатушыларға ермей, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруымыз керек. Ертеректе пойызда бір өзбек тарихшысымен сұхбаттасқаным бар еді. Ол кісі ұйымшылдықты өзбек қазақтан үйренді. Мысалы, өзбекті бір нәрсеге сендіру үшін көптеген дәлелдер келтіруің керек. Оған қаншама жылдар кетуі мүмкін. Ал қазақ ондай емес. Қазақтың тек көшбасшысын сендірсең болды. Көшбасшысына сенген халқы оның соңынан қойша еріп кете барады. Бұл қазақ үшін қарғыс емес, қасиет. Өйткені Алла тағаланың өзі Құранда бұл жайлы айтқан. Қазақ өзара күншіл көрсе қызар болғанымен, жеме женге келіп ел басына күн туса, жұмылған жұдырықтай ұйымдаса білетін қасиеті бар. Міне бұл біздің генетикалық код ағайын. Сондай-ақ заманың түлкі болса, тазы болып шал деген ұраны бар. Сөз соңында айтарым, бұл айтылған жайттер менің өз ойым мен пікірім. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті оқырман? Пікір қалдырып, ойыңызбен бөлісе отырыңыз.